Дәнекер. Қыс биыл қатты болмағанымен қар қалың түсіп, ауылдан ұзап шығу қиын болып қалды. Бірең сараң болмаса, бұрынғыдай көлік қарасы да саябыр тауып, жүріс күрт азайған. Төркініне барып қайта қоям деген Әсел Құрттыдан шығып, жол тосқалы міне бірер сағат уақыт өтіп кетті. Аяз болса алма бетін шымшылап, ауыздан шыққан демі будақтап, қымдап тартып алған орамалының жиегін ақ қырау басып қалды. Әне кеп қалар, міне кеп қалармен қазықша қағылып ұзақ тұрып қалғандықтан аяғым ұзап, денесі қалдырап кетті. Бірақ кейін қайталмады, барар жері болса да алыс. Үйден шыққанына да біраз күн болған. Дидарын сағынып тұр, сондай сүйкімді. Төрегелдіні жатырқаған жоқ, қайта алдынан шапқылап жүгіріп шығып, құшағына күмп береді. Ондайда Төрегелді байқұс мәз болады. Өз кемерінен шықпады демей, қайта Дидарды құшырлана құшақтап, бетінен шөпілдетіп сүйіп алады. Мал жайғап болғаннан кейінгі ермегі Әселдің осы бөпесі. Төрегелдінің осы қылығын ұнатқан Әсел Дидарды оның атына жазып, құжатын құнттап та қойды. Төрегелді сол күні қалай қуанды десеңші. Көршілерді түгел шақырып, кішігірім той жасап тастады. Өмірдің бар қызығы бала деген ғой. Сіздер менің сол қуанышыма куә боп отырсыздар, деп еді сонда Төрегелді. Әселді құшағына алып, мейірлене сүйіп те алған. Мұндайды күтпеген Әсел екі беті қызара ұялса да іштей толқып, болашақ жолы ашылғандай сезініп еді. Алғашқы некесі ойдағыдай болмай, қамығып жүргенде Төрегелді сияқты жігіттің төресін кездестірем деп ойлап па. Көңіл түкпірінде жат пікірі жоқ, аузын ашса көмейі көрінетін жан сияқты. Содан болар-ау Төрегелдіне бұл да жақсы көріп кетті. Әсіресе Дидарды мойнына мінгізіп алып, балаша мәз болатынын ұнатады. Науқастанып қалған шешесінің жүзін бір көріп қайтсам деп жүргенде қыс түсіп кеткен болатын. Бұл мезгіл малшы қауымының үйден шыға алмайтын кез ғой. Бірақ шыдамаған Әсел Дидарды Төрегелдіге тапсырып тартып кеткен еді. Әншейінде құрдай жорғалап жататын көлігі түскір кеңсе маңынан шыға қоймағасын, жолшыбай кездескен көлікке міне кетуге ұйғарған. Содан тұрысы осы. Тұрған сайын ойы сан-сақты шарлап, кейінгі өміріне шиырлай берді. Төрегелді бұрынғы әйелінен бала көтермегесін ажырасып тынды. Обалы не керек, әйелінің мінезі жұмсақ, жайдарлы жан еді. Бірақ Құдай пұшпағын қанатпағасын төркініне бір-ақ күнде тартып кетті. Күйеуден көрген зәбір жоқ, басын байлаймын деп кете барған. Төрегелді болса малда әке-шеше қолда қала берді. Ауыл өсегі гулеп-гулеп басылған. Бұл кезде Әсел мен Тұранның арасында ыржың-жыржың үдеп, күйеуі үйге түнеуді сиретіп жүрген болатын. Дидар болса емшекте. Ал Тұран әйелге де, балаға да жылуы жоқ еркек болып шықты. Ол аздай ішетін әдет тапқан. Әсел осында еркекке тап болғанын өкінішпен еске алады. Әрине Тұранға сүйіп қосылған жоқ. Аудан орталығынан жаяулатып қайтып келе жатып, бірінші кездескен мәшинеге қол көтеріп еді, ол Тұран боп шықты. Содан не керек, Тұранның үйіне топ ете қалғанын бірақ білді. Ауыл адамдары бірін-бірін жақсы білетін болғандықтан Әсел басқа түске көнбеске шарасы болмай, осы босағада қала берген. Босағаны аттап шығу ауыл қызы үшін масқара ғой. Басына орамал салып, шымылдыққа отырғызғасын Әсел амал жоқ көнген. Әскерден Сәрсенбек келгенше жарым жыл бар. Мынаны естісе оның қырын қайрайтыны белгілі. Ұяңдау, әдеміше қара торы, балтыры оқтаудай бойшаң осы қыз Тұранның көңілін көптен мазалап жүрген. Машинамен әрі-бері жүргенде оны көзі шалса болды, тоқтай қалып, барар жеріне жеткізіп тастайтын. Бірақ тіл қатуға батпай, үнсіз жүріп кететін. Жымиған қыздай еш қарсылық жоқ деп ұғатын. Өстіп жүргенде оңтайлы сәт келіп, үйіне әкеліп тынды. Реңді бойжеткен тулап бұлқына қоймады. Осылай басталған жарастық Әлиасқардың оқу бітірген қызы ауылға келгеннен бастап бұзыла бастады. Соңынан талай жігіт жүгірді. Оқыған қыз, бірақ анау-мынау жігітке мойын бұра ма? Тұран сияқты алғыр жігіттер болса басы байлаулы, аяғын тарта басады. Шопырға кездеспейтін жолаушы бар ма? Өстіп жүргенде Әлиасқардың қызы Тұранның машинасымен ауданға барды. Жігітті әзәзіл шайтан желік мазалай берді.
Машина жүрісі баяулап әңгімеге тарта берді. Мінезі ұшқалақтау ма, қалай өзі? Жоқ, әлде оқыған көзі ашықтығы ма деп ойлап келе жатқанда қыз: мына бір жерде бұлаққа бұрыла кетейік деп жымиды. Іздегенге сұраған Тұран тоқтаудың ретін таба алмай келе жатыр еді. Сөз ыңғайы дәл келді. Радиаторға су құйып алайын деп жымиып, ойына орындық артына жасырып қойған бір-екі бөтелке түсті де сәті келген шығар деп ойлап қойды. Гүл көмкерген бұлақ басы көздің жауын алғандай құлпырып тұр екен. Сылдырап ағып жатқан мөлдір су сап-салқын. Кабинадан назды қылықпен ырғып түскен Бикеннің тоқбалтыры жігіт жанарына оттай басылып, көңілін тарта берді. Кеудесін кернеп бара жатқан желікпен қызға тіл қатқанша асықты. Бикен: ас су ішіп алайық, мына бұлақ басы тамаша екен деді ынтыға. Жанары қадалып отша жанады. Самал желпіген қыздың гүлді көйлегі желбіреп, ақ сазандай балтырын жарқ еткізеді. Жігіттің жанары осы бір сылқым қыздың мінезіне берілген ынта жігері ауып кеткені сонша бәрін ұмытты. Тұран: ауылдағы мықты жігітсің-ау, әйтпесе келіншегіңнен қорықпай, мені қалай мінгізіп бұлақ басына келдің деп сыңғырлап. Күлкісінде әсем қызға ғана біткен қылықты мінезі бар. Сендей періште жанымда болса, қайда болса да баруға пейілмін. Рас айтасың ба, Тұран? Деді қыз ойнақы. Рас, шын айтамын. Әселге берген жүрегіңді, маған да жүрегіңде орын бар ма? Бикен-ау, қалжыңың неткен қиын еді. Жүрек пен жүрек тіл табар, оңаша жерде осындай деп қыз арақ буына масая бастады. Алып жібер мен Бикеннің буынын билей алмауға айналды. Тартына ішкен Тұран қызды құшаққа алып бетінен сүйе берді. Аймалай бастағаннан қыз білегі жігіттің мойнына орала берді. Әлдебір аласұрған асау сезім бойын билеген жігіт құштарын тежей алмады. Күн ұясына жасырынып, айналаны қараңғылық бүркей бастаса да, бұлардың ойына жолға шығу келген жоқ. Ыстық сезімнің буына мас болған жігіт түн ортасында бір-ақ оянды. Айнала маужырап тұр. Құшағында сылқым қыз. Қып-қызыл ернін тағы да бір сүймекке төне берді. Сылқым Бикеш түкті де сезер емес. Ұйқыңдаш, жүреміз деп оята бастады. Есін зорға жеген Бикеш жан-жағына алақ-жұлақ қарады. Етегін қымтап тізесін жаба. Тұран, мен саған көрсетем, менің абыройымды төктің ғой, я, деп жылап жіберді. Өксіп-өксіп жылаған қыз өршіп тұр. Тұранның зәресін алды. Соттатамын деп жылады. Өксік буа қалш-қалш етеді. Қойшы Бикен, қойшы, мен сені сүйемін деп бетінен сүйді. Кербез қыз ернін ала қашты. Өтірік, әйелің бар ғой, оны не қыласың? Ажыраймын Бикен, мен сені сүйемін деп жұбатып құшақтай берді. Жігіт құшағына тығылған қыз өксігін басып, шашын тарап, бойын түзеп алды. Тұран Бикен қызбен осылай табысып, Әселден бойы суып ажырай берді. Әселдің кеткеніне біраз жылдың жүзі болғанымен Бикеннің етегі қанаған жоқ. Тұранның көкірегіне қыжыл пайда болған кез еді. Әселдің дидары шапқылап жүр, өзі болса Түрегелдіден 2 қабат. Мұны естіген күйеуінің қуанышы бір төбе, келіншегін аялай ұстап, үй шаруасына көп араластырмайды. Ол мінезін Әсел сезбейді дейсің бе? Сезеді. Содан да болар ауыр зат көтермей, үйден ұзамай жүргенде шешесінің хабары жолға шығарған. Қыстың көзі қырауда, күйеу мен баласына жете алмай қобалжып жол үстінде тұрғаны. Қарды суырған жел де көтеріліп келеді. Күн райы бұзылмаса екен деп уайымдады. Жол тосып орамалын қымтаған келіншекке құмдағы малшыға бара жатқан көрші ауылдың машинасы тоқтай берді. Үстіне болса да мінуді ойлаған әйел қорапқа ұмтыла берді. Кабинаны ашқан жуан дауысты еркек өзіне шақырды. Берімін, үсіп өлейін деп жүрсің бе? Қайда барасың? Біз басып өтетін жолдағы Төрегелдінің әйелі сенбісің? Иә аға, ауылға жете алмай тұрғаным. Кел бол, сен сияқты тәп-тәуір келіншекті мінгізбей не көрінді? Кел отыр. Ұялшақтаған Әсел бетін қымтап, шет жақта терезеге бір қырынан отырды. Қараңғылық болып қалғандықтан кабинадағы жандардың бет жүзін қарауға мұршасы келмеді. Тоңған әйел жылы кабинаға мінгесін маужырап қалғи бастады. Ыңыраған машина даусынан басқаны естір емес.
Анда-санда сөйлеген екі еркектің біреуінің даусы таныс сияқты. Бұл кім болды екен деп ойласа да мойнын бұрып қарай алмады. Қалжырап келеді, маужырап келеді. Қарға кептелген машина кейде ыңыранып тұрып қалады. Мұндай сәтте екеуі түсе қалып, доңғалақ астынан аршып алға шығады. Таныс дауыс: «Мынауың ұйқыдан әбден өліпті ғой» дегенде Әсел селк ете қалды. «Мынау Тұранның дауысы ма? Сол ма жоқ? Әлде мына машина солау?» деп ұйқысы шайдай ашылады. Жуан дауыс: «Бұр сол қыстауға, жанымызда уыздай келіншек бар. Жылы жерге барып тіл табысып кетуіміз мүмкін. Қыран бүркітіне алмайды. Салса бет» деп дейді. Шопыр машинасын жүргізіп әлек, боран басылар емес, қараңғылық үрейлі. Қора жанына фардың жарығы қақ тіле бере ыңыранып жетті. Мына боранда паналамаса далада қалуы пәдік. Тоқтаған жері ірге жалдағы малшы отары екен. Жуан дауыс бастық болуы керек. Келіншекті құшақтай иықтан қысып қойды. Лып еткізіп бөлмеге жарық жаққан малшы үйі құдайы қонақтарды төрге түрегелеп қарсы алып от жақты. Екі еркек төрге оза бергенде босағада жасқаншақтаған Әсел кідіріп тұрып қалды. Байқап қалған үй егесі: «Отқа жақында шырағым, тоңып қалыпсың ғой» деп қамқор көңілмен пеш жанына отырғызады. Сең-сең тон киген жуан дауысты еркек көңілді: «Бір шай берсең болды, осы бөлмеге үшеумізге төсек салсаң болды» деп кеңк-кеңк күліп қойды. Әсел басына тартқан орамалын шешкенде Тұран бұрынғы әйелін енді таныды. Бір-біріне қадалған жанарлар тайқып бара жатты. Келіншектің ажары, жанары, толқысыған денесі шофер жігіттің ішін әлем-жәлем күйге түсіріп, өртеп жібергендей болды. Жүрек соғысы өзгеріп, кеудесін ащы запыран қысып бара жатқандай сезінді. Тұранның әйелге қарауға шамасы келмей, тұла бойын өкініш буғандай күрсінді. Айдалада сапарлас болып келе жатқан екі жанның жан күйзелісін ешкім сезген жоқ. Шопырдың көз алды бұлдыр тартты. Әсел кеудесін әлде бір сезім ұрғандай жігіт жақа шалтақтап қарай берді. Шопыр көзін алып қаша берді. Жуан дауыс таныс жандардың ішкі сезімдерін сезер емес. Әсел дастархан басына жақындай алмай, от басында бір-екі кесе шай ішіп бойын жылытты. Жуан дауыс алдыға келген арақты тоқтаусыз тартып отыр. Шопыр болса татып алған жоқ. Кеседегі шайы суып қалған, батар емес. Қайдан батсын, қасында жанына тым жақын болса да тым алыстап кеткен бұрынғы келіншек отырса. Кінә өзінен болды. Бекенге басы шырмалып қалғаны өкініш. Мұны жіберіп, оны алғанмен перзент көрер емес. Жолдан қосылған қосағы бала туралы басын қатырмайтын сияқты. Ол да болса Әселін емшектегі баласы мен сылқым бикешке айырбастап жібергенін білмей қалды. Сұлу келіншекке кім сұқтанбас дейсің? Талай жігіт Әселге қырыңдады. Оған бой беретін Әсел ме? Сөйтіп қарайлап жүргенде осы Төрегелдіге қосылды. Құдай жар болып көз жасын көрді. Дидар мен Әсел десе Төрегелдінің шықпаған жаны ғана. Көптен аңсаған махаббатын, арманын жалғағандай Төрегелді төсегіне келгелі құрсақ көтеріп денесі толысты. Мұны сезген күйеуі келіншегін алақанына салып жүгіруге бар. Енді міне тар жол тайғақ кешуде. Дидардың әкесіне жолығып отырғаны. Жоқ, Дидардың әкесі Төрегелді. Әйел ойын гүжілдеген дауыс бөліп жіберді. Анау келіншекке төсекті менің жаныма салыңдар. Үрпиген үй іші Әселге шалтақ-шалтақ қарайды. Осы кезде шопырдың даусы қатты шықты. «Ей, сен оттама, жайыңа жат. Бастық болсаң өзіңе бастықсың» деп шапшаң киіне бастады. Өмір жолының бұралаңын есіне түсіргендей. «Бол, кейін, мен сені үйіңе жеткізіп тастаймын. Бұл жерге қонбайсың» деді Әселге қарап. Үй іші аң-таң. Бойы балбыраған келіншек амалсыз ашулы дауысқа ыңғайлана берді. Әлгі жуан еркек тәлтіректеп түрегеп тұр. Жылдам қимылдаған келіншек шопыр жігітке ілесіп, ілезде үйден шығып кетті. Боран әлі соғып тұр. Қызуы басылмаған машина гүр етіп демде от алды. Жарығы қараңғы түнді қақ білді. Бұлт-бұлт еткен машина құмның жаңынан аса берді. Машина әйнегін қар сабаласа да алдыңғы жол көрініп келеді. Кабинада екеуінде үн жоқ.
газды азайтса да тоқтап қалардай сезген шопыр екпінді бәсеңдетер емес. Жал-жал құмның жолын бес саусағындай білетін Тұран Әсел ауылының боранды түнде таңға жақын тауып келді. Жал ішінің бораны бәсеңдеу екен, екпіндеген машина қиналмай жетті. Әселдің жолын тосып қорқып отырған үй іші шам жағып қарсы алды. Суықтан келген жандардың бетіне жылы бөлменің лебі ұрып, босағадан аттай берген Тұран тұрып қалды. Әселдің аст үстіне түсіп жатқан төрегелдіні көріп, ішін қызғаныш өрті өртеп кеткендей болды. Кеудесін өксік буып, әбіржіп тұрып қалды. Осы кезде дабырлаған дауыстан оянған Дидар төсектен басын көтеріп алды. Мама келдің бе деп көзін сүртіп ұмтыла берді. Дидарын көтеріп алған Әсел бетінен мейірлене сағынышпен сүйіп алды. Жанары жасқа жыпылықтаған шопыр демін тартып қалды. Баланы маған бер деп төрегелді қолын созғанда алып келген шопыр шегініп кетті. Қызғаныш ит кеудесін тырналап қоя берді. Тынысы тарылғандай демін зорға алды. Өң мен түстей болған Әсел екі еркектің ортасында тұрып қалғанын сезіп, баланы күйеуіне ұстата берді. Пешке от жақпаққа ыңғайланғанда Тұран далаға атып шықты. Өз баласына жылы қабақ таныта алмай, жұпар иісінен емірене иіскеп, кеудесіне қыса алмай қапаланып машинаға отырды. Ұзай бере көзінен жас бырт-бырт үзіліп кетті. Далаға атып шыққан Әсел машина соңынан жанары талғанша ұзақ қарап тұрды. Боран әлі соғып тұр. Шіркін өмір дәнекері деген осау, отқа да суға да түсіре тұрып, қатыгездігін қатар жүреді деп күрсініп салды. Боран бүркеген машина ұзап көрінбей кетті.